Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық орта. Бірнеше санның арифметикалық ортасы дегеніміз сол сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлгендегі бөлімден айтамыз. Енді математикалық сауаттылықта кездесіп жүрген есептерді осы формула арқылы шығарып көрейік. Бірінші есеп берілген сандар қатарындағы 7, 11 және мына жердегі сан белгісіз 19, 23 бір сан өшіріліп қалған дейді. Егер сандар қатарының арифметикалық ортасы 14-ке тең екені белгілі болса, өшірілген санды анықтаңыз дейді. Енді сандардың қосындысы бірінші мына формула салсақ, сандардың қосындысын табайық. 7 қосылған 11, қосылған x, қосылған 19, қосылған 23 және қосылғыштар саны. Бізде барлығы 5 сан. 5-ке бөлем. Сонда арифметикалық ортасы мына 14 дейді. Ары қарай мына есепті шығарсақ, мына сандар бір-біріне қоссам 60 қосылған x, пропорцияның қасиеті бойынша 14-ті 5-ке өтіп жіберсем 70 болады. X табу үшін 70-тен 60 алып тастаймын. Сонда x-тің мәні 10-ға тең болады екен. Сонда жауап міне С жауабы. Ары қарай келесі. Шахмат үйірмесіне қатысушылардың екеуінің жастары 12-де, үшеуінің жастары 14-те, қалғандарының жастары 15-те. Егер шахмат үйірмесіндегі қатысушылардың жастарының арифметикалық ортасы 14 болса, онда 15 жастағы оқушылардың санын анықтаңыз дейді. Енді екеуінің жасы 12-де, сандардың қосындысын табайық. Екеуінің жасы 12-де, қосылған үшеуінің жасы 14-де, қалғандарының жастары деген белгісіз 15-те. Және қосылғыштар санына бөлем. Қосылғыштар саны мында 2, 3, 5 және мына x. 5 қосылған x болады. Тең арифметикалық ортасы мына 14-ке тең дейді. Ары қарай мына есепті шығарайық. Мына екеуін көбейтіп, мына екеуін көбейтем және бір-біріне қоссам, менде шығады 66. 66 қосылған 15x тең пропорцияның қасиеті бойынша 14-ті 5 қосылған x-ға көбейтіп жіберем. 66 қосылған 15x сол күйінде жазып қояйын пока. Мына екеуін көбейтсем 70 қосылған 14x. Енді x-тер бар, x-терін жағына шығарсам, 15-тен 14 алып тастасам x қалады, 70-тен 66-ны алсам 4 қалады. Сонда 15 жастағы оқушылардың саны 4 екен. Футбол алаңдағы бір команданың ойыншыларының орташа жасы 24 жас. Бір ойыншыны ойыннан шеттеткеннен кейін қалған 10 ойыншының орташа жасы 23 жас. Шығып қалған ойыншының жасы нешеде екенін анықтаңыз дейді. Қалған 10 ойыншы болса, барлығы бізде 11 ойыншы, әуелде 11 ойыншы болып тұр. Сонда 11 ойыншының жастарының қосындысын бөлем 11-ге қосылғыштар саны, сонда оның орташа жасы деген сөз арифметикалық ортасы 24-ке тең деген сөз. Мына x дегеніміз ол командадағы ойыншылардың барлық жастарының қосындысы. Енді осыдан x-ті табу үшін 11-ді 24-ке көбейтсем, x-тің мәні шығады менде 264-ке. Бұл дегеніміз барлық 11 ойыншының жастарының қосындысы. Енді бір ойыншыны ойыннан шеттеткеннен кейін орташа жасы 23 болды дейді. Бір ойыншыны мына формула тағы салам. Бір ойыншының жасы белгісіз, шеттеткеннен кейін неше қосылғыштар саны 10 болып қалады. 10 ойыншы қалады. Оның орташа жасы 23 болады. Ары қарай 264 азайтылған y тең 230. 264-тен 230-ды азайтып тастаймын. Сонда y-тің мәні тең болады 34. Сонда шеттетілген ойыншының жасы 34 жас екен. Әсемге 12 пәннен жылдық бағалар қойылды. Оның орташа ұпайы 3,75 болды. Орташа ұпайы 4 болу үшін ол неше пәннен 1 ұпайға көтеру керек. Енді 12 пәннен сандардың қосындысы барлық 12 пәннен алған ұпайларын x десек, соны 12 пәнге бөлсем, орташа ұпайы 3,75 болады дейді. Енді осыдан x-ті табу үшін 12-ні 3,75-ке көбейтем. Сонда x-тің мәні 45-ке тең болады. Бұл дегеніміз барлық пәннен алған ұпайларының қосындысы. Енді орташа ұпай 4 болу үшін ол неше пәннен 1 ұпайға көтеру керек. Мына ұпайлар саны көбею керек, көбейетін сан белгісіз, қосам y-ті және сол 12 пән өзгермейді. Сонда 4 болу керек орташа ұпайы. Ары қарай мынаны шығарсам, 45 қосылған y тең 48. Y табу үшін 48-ден
45 алып тастасам 3. Сонда 3 пәннен 1 ұпайға көтеру керек екен. Жауабы да жауабы болады екен. Сыныптағы 8 ұлдың орташа бойы 1 метр 14 сантиметр. Ерболдың бойы олардың ең кішісі 1 метр 7 сантиметр. Қалған 7 ұлдың орташа бойы қалай болады? Енді бұл да дәл сондай. Енді мына жерде 1 метр 14 сантиметрді сантиметрге айналдырсам, мынау 114 сантиметр болады. Мынау дегеніміз 107 сантиметр болады. Енді осылай есеп шығарғанда қолданамыз. Барлық 8 ұлдың жастарының қосындысын қосылғыштар санын 8-ге бөлем, сонда 114 орташа бойы 114 болады. Бұдан x тау үшін 114-ті көбейтем 8-ге. Сонда x-тің мәні 912-ге тең болады. Бұл дегеніміз барлық 8 ұлдың жастарының қосындысы. Енді Ерболдың бойы олардың ең кішісі дейді. Бұлай болса 912-ден азайтсам 107-ні. 912-ден 107-ні азайтсам 805. Бұл барлық қалған 7 ұлдың бойларының қосындысы. Сосын бізге сұрайды, қалған 7 ұлдың орташа бойы қалай дейді. Бұлай болса бойларының қосындысы 805. Соны 7 ұлға бөлсем, менде шығады 115. Сонда қалған 7 ұлдың біреуінің бойы 115 сантиметр, немесе оны айналдырсам метрге 1 метр 15 сантиметрге тең болады екен. Жауабы міне бұл жауап шығады екен.